Сауль Альварес қазіргі таңда кәсіпқой бокстың басты бет бейнесі. Төрт салмақ дәрежесін бағындырған оның чемпиондық белдіктері саны жағынан Мейвезердің чемпиондық белдіктерінен кем түспейді. Бар болғаны 30 жасында әлемнің ең үздік боксшы атану үшін Альвареске көптеген қиындықтардан өтуге тура келген болатын. Оның барлығын видео барысында көретін боласыздар. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін Әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Сауль Альварес 1991 жылы Мексиканың Гвадалахара қаласында туып өскен. Өзінен үлкен 6 ағасы және бір әпкесі бар. Барлығы да кәсіпқой боксшы. Мексикалықтарға тән емес қызғылт сары түсіне қарап, кішкентай кезінде оны көп мазақтайтын болған екен. Канело қазақшаға аударғанда қызыл сары немесе жирен деген мағынаны білдіреді. Канело бокс залына 13 жасында келеді. 2 жылдан соң 15 жасында жасөспірімдер арасында Мексиканың чемпионы атанады. Содан соң бар болғаны 16 жасында кәсіпқой боксқа ауысып кетеді. Сауль негізінен кез келген мексикалық боксшы секілді бірінші нөмірде жұдырықтасқанымен қарсыласының шабуылына керемет контратака да жасай біледі. Дәл осы бокстасу стилімен ол жанкүйерлердің көңілін жаулап алған болатын. 18 жасқа толғанша Мексикада кәдімгідей танымал болып үлгерген жас Канелоға кезінде танымал боксшы болған қазіргі таңда промоутерлік компаниясы бар Оскар де ла Хойяның көзі түседі. Мексикада 31 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен Альварес де ла Хойяның шақыртуымен бокстың отаны ақш-қа жол тартады. 19 жасар Канело келе сала бірден Лас-Вегас қаласында өткен Флойд Мейвезердің жекпе-жегінің андеркартында әйгілі Мигель Коттоның ағасы пуэрториколық Хосе Коттомен жұдырықтасады. Жекпе-жек өте тартысты өтеді. Бірден шабуылға шыққан Котто бірінші раундта Альваресті ауыр соққылардың астына алады. Алайда Канело жас болса да бұл қиын сәттен кіріп қақпай шығып кетеді. Жекпе-жек барысында қарсыласын күтіп алып, соғып жүрген Альварес тізгінді өз қолына алып, 9-шы раундта Коттоны берілуге мәжбүр етеді. Saúl Canelo Alvarez. Oh boy, Bogner might be ready to go. And he's gone. Canelo. A fighter falls face first like that, where his head hits the Аргентиналық Карлос Бальдамирді нокаутқа жіберген соң, Сауль Альварес 69 келіде өзінің алғашқы чемпиондық жекпе-жегіне шығады. Қарсыласы әйгілі Рики Хаттонның інісі Мэтью Хаттон. Алдыңғы қарсыластарына қарағанда денесі ірі британиялық боксшы Канелоны салмағымен жаншып тастауға тырысқанмен, жас мексикалық тура соққылармен қарсыласының бетін қайтарып тастап отырады. Осылайша төрешілер шешіммен жеңіске жеткен Альварес бірінші орта салмақта WBC белдігін жеңіп алады. Бірақ бұл жекпе-жектің ойдағыдай болмағандығын, Канелоның қажетсіз көп соққы өткізіп алғандығын байқаған де ла Хойя енді Альвареске жеңілдеу қарсыластар бере бастайды. Чемпиондық белдікті 3 рет сәтті қорғаған Канело 2012 жылы әйгілі Шейн Мозлиге қарсы жекпе-жек өткізеді. 2000 жылдары әлемнің ең мықты боксшылардың көшін бастап тұрған Мозлидің жасы бұл уақытта 41-де болатын. Қарсыласын құлата алмаса да, жекпе-жек тізгінін өз қолында ұстаған Канело Шейн Мозлиді ұпай санымен ойсырата жеңіп, әлемдік жұлдыздардың қатарына ене бастайды. Осыдан соң америкалық боксшы Хосесито Лопесті нокаутқа жіберіп, тағы бір америкалық боксшы әлі жеңіліс көрмеген Остин Траутқа қарсы жекпе-жек өткізеді. Остин Траут бұл тұста WBA чемпиондық белдігінің иесі және жақында ғана Мигель Коттоны жеңген болатын. Екі чемпионның жекпе-жегі тартысты өтеді. Солақай боксшы Траут Канелоға біраз қиындықтар тудырады.
Тең дәрежеде өткен жекпе-жекте мексикалық боксшы қарсыласын бір рет нокдаунға түсіргенінің арқасында ұпай санымен жеңіп кетеді. 14, there's a big right hand that drops throat. That he's in a tougher fight than maybe he 2013 жылы Канелоның өміріндегі ең маңызды жекпе-жегінің бірі өтеді. Қарсыласы 36 жасар Флойд Мейвезер. Жасы енді ғана 23-ке келген, әлі тәжірибесі аз Канело үшін бұл тым қауіпті болатын. Алайда Мейвезермен бокстасу кез келген боксшы үшін лотереяны жеңіп алумен бірдей, әрі уәде етілген $11 миллион да аз ақша емес. Дегенмен Мейвезердің аты Мейвезер ғой. Жолындағысының барлығын жайпап келе жатқан Альвареске қарсы өзінің қайталанбас стилін көрсетіп, ұпай санымен жеңіп кетеді. Бұл жеңіліс Альвареске кесірін тигізбейді. Қайта оның аты одан ары қарай таныла түседі. Әрі Мейвезердің кім жеңілмеді дейсіз? Мейвезердің бокс мектебінен сабақ алған Канело қарсыластарын бірінен соң бірін жеңе бастайды. Алдымен өзінің отандасы Альфредо Ангуланы 10-шы раундта тізе бүктіріп, 2014 жылы кубалық боксшы Эрисланди Ларамен жекпе-жекке шығады. Әуесқойлар арасында әлем чемпион атанған солақай кубалық боксшы секілді қарсылас Альваресте әлі болмаған болатын. Аяқта жақсы жұмыс істейтін Лара ұзын қолдарымен тез соққы жасап, шегініп кетіп отырады. Алайда өзінің ауыр соққыларымен қарсыласының қыр соңынан қалмай қуып отырған Альварес аз ғана ұпай санымен бұл қарсыласты да жеңіп кетеді. Келесі қарсылас 32 жеңістің 28-ін нокаутпен аяқтаған соққылары ауыр америкалық боксшы Джеймс Киркленд болады. Техникалық тұрғыдан Альвареспен теңесе алмайтындығын түсінген ол, мексикалық боксшыны сұлап түсіру мақсатында алғашқы секундтан қарсыласына тұра ұмтылады. Алайда жаста болса Киркленд секілді талай қарсыласты жеңген Альварес америкалықтың қарқынын бірден басып, алғашқы раундта нокдаунға түсіреді. Бұл жекпе-жектің нүктесін 3-ші раундта Канело қояды. Алдымен әдемі нокдаунға түсірсе, көп ұзамай қарсыласын ауыр нокаутқа жібереді. Кирклендпен жекпе-жекте Канелоның техникалық тұрғыдан дами бастағандығын көруге болады. Екінші нокдауннан оның қорғанысын көрсек, ал нокаутқа жіберер сәтте қарсыласын керемет алдағандығын көруге болады. 2015 жылы 25 жасар Альварес сол кездің супер жұлдызы Мигель Коттомен жекпе-жекке шығады. Бұл уақытта 4 салмақ дәрежесінде чемпион атанып үлгерген пуэрто-риколық боксшы орта салмақта WBC белдігінің иесі болатын. Канелодан габариті жағынан әлдеқайда кіші Котто аяқта жиі қимылдап, жылдам әрі жеңіл соққылардан соң шегініп кетіп отырады. Алғашында қарсыласының атағынан кішкене қаймығып жүрген Канело Мигель Коттоның соққыларының өзіне аса бір зияны жоқтығын сезген соң еркін бокстаса бастайды. Арасында Коттоның соққыларын өткізіп алғанымен қарсыласының шабуылын соққымен күтіп алып отырған Канело жекпе-жек тізгінін қолынан шығармай, қарсыласын сенімді түрде жеңеді. Осылайша Сауль Альварес өзінің карьерасындағы 2-ші салмақ дәрежесінде, яғни орта салмақта әлем чемпионы атанады. Бұл уақытта орта салмақта WBA және IBF белдіктерінің иесі Геннадий Головкиннің командасы WBC белдігінің иесі Канелоны жекпе-жекке шақыра бастайды. Алайда мексикалық боксшы Головкинмен орта салмақта 72 келіде емес, 70 келіде ғана бокстасатындығын айтып талап қоя бастайды. Оған әрине Гена келіспейді. Сондықтан Канелоның командасы тез арада қарсылас ретінде британиялық боксшы Амир Ханды табады. 3 салмақ дәрежесінде чемпион атанған, кезінде Олимпиаданың күміс жүлдегері болған Амир Хан 66 келіден асып бокстасып көрмеген болатын. Өзінің жылдам соққыларына сенген британ боксшысына алғашқы раундтарда Альварестен айласын асырудың сәтті түседі. Алайда қарсыласының тактикасын түсінген Канело өзінің ауыр соққысын дайындай бастайды. Жүгіріп шаршаған Амир Хан Канелоның тұзағына 6-шы раундта түсіп қалып, ауыр нокаутқа кетеді. Тағы да сол алдамшы джеб ішке тиген соң, бірден басқа тиген оң қол британ боксшысын ес-түссіз жерге құлап түсіреді. Хан бірнеше минут есін жия алмай жатады. Оның бұл түрінен қорыққан Альварес қарсыласының жанына барып, тізерлеп күтіп отырады. Канело бір соққымен естен тандыратын боксшыға айналып бара жатыр.
Осыдан соң Альварес 69 келіге қайта оралып, WBO белдігінің чемпионы Лиам Смитке бірінші жеңіс сыйлайды. Қарсыласына 7-ші раундқа дейін жұмыс істеуге мүмкіндік берген Канело чемпионды 2 рет нокдаунға түсіріп, 9-ші раундта Смиттің бауырын уақытша істен шығарады. 2017 жылы мамыр айында екі мексикалық бокс жұлдыздары Сауль Альварес пен Хулио Сезар Чавес арасында жекпе-жек өтеді. Бүкіл әлем күткен жекпе-жек Канелоның қарсыласын 12 раунд бойы қуып жүріп сабаумен аяқталады. Ал Головкин болса, дәл осы уақытта Дэниел Джейкобсты тартысты өткен жекпе-жекте ұпай санымен жеңген болатын. Генаның қарсыласын тек нокаутпен жеңетіндігіне үйреніп қалған жанкүйерлер қазақстандық боксшының қартайып қалғандығын тілге тиек ете бастайды. Осы уақытқа дейін Головкиннен қашып жүрген Канело аяқ астынан келісім беріп, 2017 жылы 16 қыркүйекте әлемнің ең үздік екі боксшысы жекпе-жек өткізеді. Әдетте бір орында қаққан қазықтай тұрып алып соғатын Канело бұл жекпе-жекті аяқпен жеңіл қимылдап, орда кетіп қал деген тактикамен боксаса бастайды. Ал отандасымыз әдеттегідей жеб арқылы қарсыласын сынап көруге тырысып бағуда. Бірақ Канело оған мүмкіндік берер емес. Жекпе-жек ортасынан ауған шақта Генаның прессингі нәтиже бере бастайды. Канелоға енді жеңіл қашып кету барған сайын қиындай береді. Бірақ әр соққыға соққымен жауап беруден Канело қашпайды және орында тұрып та сәтті қорғана біледі. Жекпе-жек соңы ашық төбелеске айналады. Осылайша тең дәрежеде өткен жекпе-жекте көбірек соққы жұмсаған Головкин жеңген секілді көрінгенмен, бірақ Канелоға ғашық болып қалған әйел төрешінің бірі бүкіл раундны мексикалық боксшыға берсе, бір төреші Головкинге, ал тағы бір төреші жекпе-жек тең өтті деп шешім шығарған екен. Мұндай шешім ешкімге де ұнамайды. Сондықтан боксшылар бірден реванш өткізу жайлы келісімге келеді. Бірақ дәл осы уақытта Канело допинг дауына ілініп, реваншты бір жыл күтуге тура келеді. Головкин бұл уақытта бос жатпай, Ванес Мартиросянды біраз соққыға жығады. 2018 жылы 15 қыркүйекте арада тура бір жыл өткен соң Геннадий Головкин мен Сауль Альварес арасында реванш өтеді. Бұл жолы боксшылар рингке басқа тактикамен шығады. Канело керіс шегінбей ринг ортасында тұрып бокстасса, Головкин керісінше аяқта жеңіл қимылдап, сериялы соққылар жұмсаумен болады. Алғашқы жекпе-жектен де тартысты өткен бұл реваншта Канело төрешілер шешімімен жеңіске жетіп, Головкинге бірінші жеңіліс алып келеді. Айта кету керек, бұл екі жекпе-жектегі төрешілер шешімі әлі күнге дейін сарапшылар тарапынан күдік пен күмән туғызуда. Өміріндегі ең үлкен жеңістердің біріне жеткен Альварес осы жекпе-жектен соң 76 келіге көтеріліп, бірден осы салмақтың чемпионы Рокки Филдингпен жұдырықтасады. Қанша салмақ қосса да қарсыласынан әлдеқайда кішкентай болып көрінген Канелоның соққылары аулай түскендей. Бар болғаны 3 раундтың ішінде жартастай болып көрінген британиялықты тізе бүктіріп, 3 салмақтың чемпионы атанады. Альварес Головкиннен жеңіп алған чемпиондық белдіктерінен әлі бас тартпағандығы үшін 72 келіге қайта оралып, Дэниел Джейкобсқа қарсы жекпе-жек өткізеді. Кімге де болсын оңай қарсылас болмайтын Джейкобсты ұпай санымен жеңеді. Орта салмақта өзіне тең келер боксшы қалдырмаған Канело енді жартылай ауыр, яғни 79 келіге көтеріліп, сол салмақтың чемпионы ресейлік Сергей Ковалевпен жұдырықтасады. Күні кеше ғана 79 келінің ең басты жұлдыздарының бірі болған Ковалев Андре Уордқа қарсы өткен екі жекпе-жектен соң сол күйі өз-өзіне келе алмаған болатын. Өзінен әлдеқайда үлкен Ковалевті алғашқы секундтан қыспаққа алған Канело 11-ші раундта шаршап қалған ресейлікті нокаутқа жібереді. Соққының жойқын болғандығы сондай, есінен танып қалған Ковалев арқаға іліп салдырып қалады. Бұл оның кәсіпқой бокстағы 53-ші жеңісі болатын. Осы жеңістің нәтижесінде Канело 3 бірдей салмақтың чемпиондық белдіктерін бір уақытта беліне байлай алған әлемде екінші боксшы атанады. Сонымен қатар ең көп ақша табатын спортшылардың тізімінде Месси, Роналду, Неймардан соң 4-ші болып жайғасады. Және промоутері Оскар де ла Хойямен келісім шартты үзіп, енді бұдан былай өз жекпе-жегін өзі ұйымдастыратындай дәрежеге де жетеді. 2020 жылдың соңында Мұхаммед Али атындағы супер серияның жеңімпазы британиялық Каллум Смитті ұпай санымен таза жеңіп, 76 келіде тағы екінші чемпиондық белдікті коллекциясына қосып алады. Арада 3 ай өткенде чемпиондық белдіктерін қорғау мақсатында түрік боксшысы Арни Йылдырымды 3-ші раундта тізе бүктіреді. 2021 жылы 76 келіде WBO белдігінің чемпионы британиялық Билли Джо Сондерсқа қарсы жекпе-жек өтеді.
Екінші орта салмақтың жұлдызы саналатын әлі жеңіліп көрмеген жылдам Сондерске алғашында Канелодан айласын асырудың сәті түскенімен, мексикалықтың ауыр соққыларынан ұзақ уақыт қашып жүре алмайды. Сондай соққылардың бірі Сондерстің көзінің айналасындағы сүйегін сындырып жіберуіне байланысты британиялық жекпе-жектен бас тартады. Енді 76 келіде 3 чемпиондық белдік Канелода. Абсолютті чемпион атану үшін соңғы IBF чемпиондық белдігінің иесі америкалық Калеб Плантпен қолғап түйістіреді. Мейвезердің стилінде бокстаспақ болған Плантқа Канело аз ғана уақыттың ішінде оның Мейвезер боламайтындығын соққымен дәлелдеп береді. Without a doubt. Oh, big left hook. Plant might have gotten hurt. Right uppercut. Down goes Plant for the first time. Looking for the finish. Canelo looking to finish off Caleb Plant. And down goes Plant. 11-ші раундта америкалықтың қарсылығын сындырған Сауль Альварес 4 чемпиондық белдіктің барлығын жинап, екінші орта салмақта абсолюттік чемпион атанады. 76 келіде жұдырықтасар ешкім қалмаған соң, қайтадан 79 келіге көтерілген Альварес WBA белдігінің чемпионы ресейлік Дмитрий Биволмен жұдырықтасады. Орта салмақ ішінде тым кіші көрінетін Канелоға жартылай ауыр салмақтың чемпионымен күш салыстыру өте қиынға түседі. Әлі жас әрі мотивациясы артып тұрған Бивол өзінің дене салмағының артықшылығын сәтті пайдаланып, Канелоны ұпай санымен жеңіп кетеді. Бұл салмақтың қиындау болатындығын түсінген Канело қайтадан 76 келіге түсіп, барлық чемпиондық белдіктерін өзінің ежелгі қарсыласы Геннадий Головкинге қарсы жекпе-жекте бәске қояды. Бұл жолы Канелоның жеңісіне ешкім күмән келтірмейді. Тартысты жекпе-жек өткізген қарсыластар осы жекпе-жектен соң татуласқан болар деп ойлаймыз. Осы жақында ғана 6 мамыр күні Сауль Альварес мексикалықтардың ұлттық мерекесіне орай өз отанында жекпе-жек өткізеді. Джон Райдерді ұпай санымен жеңіп, белдіктерін кезекті рет қорғап қалады. Биволдан жеңілгендігіне қарамастан Сауль Альварес қазіргі таңда бокстың супер жұлдызы саналады. Мейвезерден жеңілісінен соң дұрыс қорытынды шығара алған ол, дәл сол Мейвезердің орнын басты десек те болады. Бар болғаны 16 жасында кәсіпқой боксқа келген ол, арада 20 жыл өтсе де әлі күнге бокс шыңынан түскен жоқ. Жақын арада қазақтардың арасынан да Канело, Мейвезер секілді бокс жұлдыздары шығады деп сенеміз. Сіздің ойыңызша қай қазақ боксшысында осындай мүмкіндік бар деп ойлайсыз? Комментарийға жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксының арнасы.